Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құстар мен жәндіктер. Мақсаты: құстардың пайдасы туралы мәлімет оқу, заттың санын топтап айтуды үйрену. Сегодня вы прочитаете о пользе птиц и научитесь группировать количество предметов. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Бозторғай, жаворонок, немқұрайды, безразлично халатно, шөлден, из пустыни, тарғыл, рябой либо пестрый, арамшөп, сорняк. Естеріңе сақтап қалыңдар, балалар. Суретте берілген құстар мен жәндіктерді атаңдар. Олардың пайдасы мен зияны туралы не білесіңдер? Иә, суретте шегіртке, бозторғай және тоқылдақ бейнеленген. Шегірткенің пайдасы: ғалымдар шегірткенің ағзасында жұғымды, пайдалы заттардың көп екенін айтады. Ет пен майдың орнын алмастыра алатындай жұғымдылығы бар. Витаминдер көп, сондықтан әлі күнге дейін Қытай мен Мексика тұрғындары шегірткені таңсық ас ретінде жейді. Ал зияны: ауыл шаруашылығына зиян келтіреді. Олар өсіп тұрған егінді алқаптарды жеп, ештеңе қалдырмайды. Кузнечик или же саранча. Ученые утверждают, что в организме много полезных веществ и может заменить мясо и жир. В нем много витаминов, поэтому жители Китая и Мексики до сих пор едят их. А в чем вред? Саранча вредна для сельского хозяйства. Они поедают урожай и ничего не оставляет после себя. Ал бозторғай болса, арамшөптердің де дәнін жеп, ауыл шаруашылығына тек қана пайда келтіреді. А вот жаворонок приносит только пользу, то есть поедает семена сорняков и приносит пользу сельскому хозяйству. Үшінші бізде тоқылдақ. Тоқылдақтың орман үшін пайдасы ораса зор. Ол тұмсығымен ағаштарды ұрғылап, орманды зиянды жәндіктерден тазартады. Тоқылдақты орман дәрігері деп атайды. Тоқылдақтар жәндіктердің шамадан тыс көбейіп кетуіне жол бермейді. Ал тоқылдақтардың зияны да бар. Тоқылдақтар қыста шырша мен қарағайдың тұқымымен қоректенеді. Егер олардың шашылған бүршіктері аз болса, тоқылдақтар оларды ағаштан бірін қалдырмай жұлып жейді. Орманшылар бұл орман үшін аса қауіпті деп санайды. Дятлы очень полезны для леса. Они бьют клювом по деревьям и очищают лес от вредных насекомых. Дятла называют лесным доктором. То есть они предотвращают перенаселение насекомых. А в чем же вред? Дятлы зимой питаются семенами ели и сосны. Они могут поедать почки деревьев, тем самым приносят вред. И лесники считают, что это очень опасно для леса. Келесі өлең жолдары қандай құс туралы екенін айтып беріңіздер. Арам шөптің дәндерін қорек етіп жүремін. Мақсатым да ондағы көбеймесін дегенім. Жәндіктен де егінді азат етіп жүремін. Мақсатым да ондағы егін өссін дегенім. Бұл не? Иә, балалар. Бұл бозторғай. Бозторғай деген құс. Сендер білесіңдер ме? Бозторғайлар тек Антарктидада ғана кездеспейді. Олар жәндіктер мен өсімдіктің дәнімен қоректенеді. Бозторғай тыныштықты сүйетін құс. А вы знаете, что жаворонки не водятся только в Антарктиде? Питаются они насекомыми и семенами растений. Жаворонок – миролюбивая птица. Келесі мәтінді тыңдайық және оқиық. Мәтінді көршіңмен кезектесіп оқы. Оқушының мәтінінде жоқ сөздерді
оқушының мәтінен тауып толықтыр. Прочитайте текст по очереди вместе с соседом по парте. То есть делитесь на учеников А и Э. Когда ученик читает свой текст, ученик А дополняет свой текст пропущенными словами, а затем наоборот. Ученик А дополняет свой текст с текста ученика Орындап болсаңдар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі сұрақтарды мәтін бойынша жауап беріңдер. А теперь ответьте на вопросы по тексту. Бозторғайды біз кейде қалай атаймыз? Қазақстанда бозторғайдың неше түрі бар? Бозторғай ұясын қайда салады? Бозторғай қандай жерлерде мекен етеді? Бозторғай немен қоректенеді? Как мы иногда называем жаворонка? Сколько видов жаворонка есть в Казахстане? Где жаворонок строит гнездо? В каких местах живет жаворонок? И чем же питается жаворонок? Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі сөйлемдерді оқимыз. Бозторғайлар кейде 6-6-дан жұмыртқа салады. Жаворонки откладывают иногда по 6 яиц. Бозторғайлар ағашқа 2-2-ден қоныпты. То есть жаворонки сели на дерево по 2. Бұл жерде 6-6-дан 2-2-ден деген сан есімдерге назар аударыңдар. Обратите внимание на числительные 6-6-дан 2-2-ден. То есть бұл топтау сан есімдер. Это разделительные числительные, которые выражают разделение групп предметов на равные части и образуются от количественных числительных. Отвечают они на вопросы нешеден, қаншадан, то есть поскольку. Рассмотрим на примере. Здесь в начале количественно числительное 6 и 2. Затем повторение числительных. К ним присоединяем окончание шығыс септік исходного падежа дан-ден. И получается у нас 6-6-дан 2-2-ден. По 6 по 2. Келесі тапсырмада суретке қарап құстар мен жәндіктердің нешеуден топтасқанын жазыңдар. По картинке разделите группы птиц и насекомых на равные части и запишите. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Оқушылар, бүгінгі сабақта құстардың пайдасы туралы мәлімет оқыдыңдар. Заттың санын топтап айтуды үйрендіңдер. Келесі тапсырма үйге. Жаңа сөздермен сөйлем құраңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.